Ұлы дала аңыздары кітабынан Арыстан баб қиссасы 3 бөлім. Аманаттың жетуі. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Бірде серіктермен келе жатқанда жолда азықтары таусылды. Жәбірейіл алтын табаққа салынған пейіштің құрмасына келді. Пайғамбар бисмилля деп қол созды. Серіктері де жапырлай құрма жеуге кірісті. Бір кезде пайғамбардың ойына Миғраж сапар оралды. Көңілі толқып кетті. Табақтағы бір құрма көзіне оттай басылды. Түркі даласында дүние есігін ашатын үлгілі үмбеті есіне түсті. Кереметі құрма қолға түспей дөңгелей берді. Сахабалар таң қалды. Сол сәтте Жәбірейіл де келіп жетті. «Уа хақ нәби, ол сайрамдағы Ахметтің несібесі» деді. Серіктері «Сайрамы несі?» деп аңтарылып қалды. Сол кезде пайғамбар: «Уа Жәбірейіл, Миғраждағы Ахмет күні кеше кездескенде есімде. Бірақ ол 4 ғасырдан соң тумай ма? Ол заманға бұл құрма қалай жетеді?» деді. Жәбірейіл: «Тәуекелі мықты бір сахабаңа тапсыр, Алла жәрдем берсе жеткізеді» деді. Пайғамбар сахабаларына қарап: «Уа бауырлар, мына құрманы 400 жылдан соң сайрамда туатын Ахметке кім жеткізеді? Кім тәуекелге бел байлайды?» Ешкім үндемеді. 400 жылға дейін ғұмырымыз жетпейді-ау деп күмәнданып тұрды. Сол кезде Арыстан сахаба: «Алла ғұмыр берсе, аманатты иесіне жеткізейін. Не де болса нар тәуекел» деді. «Жарайсың Арыстаным, тәуекел етте тас жұт. Ажал келмей өлмек жоқ. Ер азаматқа кеттік дегенде қашан демейді, қайда деп сұрайды. Осы ерлігің үшін Тәңірім мақсатыңа жеткізсін. Ғұмырың ұзақ болсын, кәне аш аузыңды» деді де құрманы тілінің астына жасырып, таңсәрде тұрып түркі даласына бет түзе. «Ұзақ сапар, ауыр мехнат шегесің. Бармаған жерің, баспаған тауың қалмайды. Темір етігің теңгедей, темір таяғың тебендей болар. 7 дарияны кешіп өтесің, 7 таудан асып өтесің. Аманаттың жүгі ауыр. Дұшпанға сырыңды берме, досыңа қырыңды берме. Діттеген жеріңе жеткенше 1000 өлім, 1000 қауіп қасыңда жүреді. Күніне 99 бәле жауса да, бір Алладан күдер үзбе. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағына келгенде аманат иесі алдыңнан шығады. Санасында сәулесі бар бала, жүзінде иманы бар момынды жазбай таниды. Ахметті қалай танимын? Оған алаң болма. Зетті баланың медресеге кірген ізі сайрап жатады. Шыққан ізін шаммен іздесең де таппайсың» деді. Арыстан бәрімен қоштасып сапарға шықты. Айтқандай аманатты жеткізу оңайға соқпады. Кей кездері жапан түзді жалғыз кезді. Қарсақ жорташ шөлден асты. Құлан жортпас белден асты. Балдырлы балқаш көлден асты. 70 түрлі елді аралады. 70 жұрттың тілін білді. Доста жолықты, дұшпанда кезікті. Бірде қонақ боп бал ішсе, бірде қуғынға түсіп қан ішті. Бірақ аманаттың міндеті бір сәт босаңсуға мүмкіндік бермеді. Неше таңның атып, неше күннің батқанын айта алмайтын жасқа жетті. Себебі 4 ғасыр артта қалды. Иманға толы кәрі жүрек аманаттың иесіне жетіп қалғанын сездіріп тұрды. Ол кезде 4 қақпалы сайрам шаһарына да жетіп еді. Ұзақ жолдан қажығасын дем алмаққа өзеннің жағасына аялдады. Бір кезде: «Ассалаумағалейкум, Арыстан ата, мүбәрәк пайғамбардан алған бата» деп бір жас бала сәлем берді. Баланың түрі бейтаныс болғанмен, әдебімен нибасы пайғамбар сүндетін есіне салды. «Көп жаса қарағым, кімнің баласысың?» деді Арыстан баб. «Әкемнің аты Ыбырайым, шешем Қарашаш, мүбәрәктай болсын деп әкем атымды Ахмет қойған». «Қайдан келесің?» «Медреседен». «Неге теріс қарап келе жатсың? Алдыңмен жүрсең болмай ма?» «Бабам Әзіретәлі маған бір әріп үйреткен адам, мені құлдыққа сатса ризамын деген. Ұстазымнан дәріс алып келем. Құран хадиске жүйрік қылған ұстазға арқамды көрсетіп теріс қарап жүргенім әдепсіздік болады.
Ілім білім 1000 саты, оның 999 сатысы әдептен тұрады. Бір сатысы ғана жаттанды ғылым. Сондықтан әдептен озалмадым, деді Ахмет. Дәрі сахаба сол кезде барып медресеге кірген ізі бар, шыққан қадамы жоқ ізетті баланы тани кетті. Балам, атың Ахмет, кеудең толы хикмет екен, аманатыңды ал, аузыңды аш. 400 жыл сақтаған құрманы тілдің астынан суырып, Ахметтің таңдайына тастады. Бала ойланбастан жұтып қойды, арыстанбап сасып қалды. Аманатты осынша жыл сақтағанда еңбегімді елемегенің қалай? Тым болмаса, ата ауыз теңіз демедің ғой. Ата, онсыз да ұзақ жыл сорып, етін жеп сүйегін қалдырыпсыз. Дәмін тататында ештеңе қалмапты, деді қулана шымай. Ең болмаса, бір ауыз алғыс айтпадың ғой. Қанша дегенмен арқылап әкелген еңбегім бар дегендей. Жарайды ата, сыйға сый, сыраға бал деген. Бұдан былай жұрт алдымен сізге келіп түнесін, бізден тілек тілесін. Әумин бала, айтқаның келсін, деп бетін сипады. Отбасы хрестоматиясы қорының жоба авторы Санжар Керімбай, оқыған Қуаныш Толбекұлы.